Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Біз 6 қазан мен 17 қазан аралығында индустриал колледжде Skyfold құзыреттілікке бағытталған оқу курсына барып қайттық. Біз Skyfold карточкаларымен жұмыс жасадық. Skyfold карточкасы бұл құрал Еуропалық білім беру қорының жаңа оқытуды құру бастамасы. Және Еуропалық комиссияның бірлескен зерттеу орталығынан бірлескен күш-жігермен олардың жұмыспен қамту, әлеуметтік істер және интеграция жөнінде бас дирекциясымен негізгі құзыреттіліктер бойынша жұмыс барысында құрылды. Skyfold құралдары пайдалану оқу сабақтарын жобалау. Бұл Skyfold'тың бағдарламаның мақсаты Skyfold құралын қолдана отырып, құзыреттілік бағытталған сабақтарды жобалауға қажетті педагогикалық құзыреттерді дамыту және жетілдіру. Бағдарлама педагогтардың оқу процесін құрылымдау, білім алушыларды материалдармен меңгеруді әртүрлі кезеңдерде қолдау және оқытудың сапасын арттыру мақсатында заманауи білім беру технологияларын тиімді енгізу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Skyfold 5 топқа бөлінген 102 карточкалардан тұратын жинақ. Әр карточкалар тобынан оқытушыларға оқу сабақтарын әзірлеуге ықпал етеді. Жиынтықтағы әрбір карточка кітапханадан нақты элементтерді таңдау арқылы жоспарлау процесінің әртүрлі кезеңдері бойынша әдіспен қадамдық нұсқаулықты көрсетеді. Ал келесі біздің әріптесіміз жалғастырады. Skyfold құралдарымен пайдалануды осы көрсетеді. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Әрі қарай жалғастыратын болсам, осы Skyfoldпен жұмысты бастау. Ол бізде 9 қадамнан тұрады. Бірінші қадамда ол тапсырманы анықтаймыз, екінші қадамда жоспарлаймыз, үшінші қадамда құзыреттілігін анықтаймыз, және бастапқы деңгейін, оқыту әдісін таңдаймыз. Келесі қадамда қажетті нәтижелерін орнатамыз, бағалау әдісін, қажетті ресурстарды анықтаймыз, және сабақты жоспарлау бізде құрамыз. Одан кейін оқытудағы Skyfold карточкалары оқытушыларға оқу сабақтарын құруға көмектесетін әзірленген арнайы құрал. Бұл карточкалар жиынтығы оқытудың мақсаттары мен оқушылардың қажеттіліктеріне сәйкес сабақтарын әр кезеңін жоспарлауға көмектесетін бірнеше категориядан тұрады. Ол бізде құзыреттіліктер 4 құзыреттіліктен тұрады. Ол тұлғалық құзыреттілік, цифрлық құзыреттілік, кәсіпкерлік құзыреттілік және тұрақты дамыту құзыреттілік. Ол әрбір құзыреттілік бізде түстермен белгіленген. Цифрлық құзыреттілік мына жерде көрсетілген. Егер де оның әрқайсысына тоқталатын болсақ, мынау құзыреттіліктің біреуін алып көрсететін болсам, ол әр карточка өзі, әр құзыреттілік 21, цифрлық карточка 21 картадан тұрады, және сондай бөлінеді. Мына жерде әріппен цифрлық коды жазылады, және карточканың атауы көрсетіледі. Жаңағы мен айтқандай, құзыреттілік әрқайсысы өзінің түсімен белгіленеді. Және бұл жерде әр құзыреттілік 4 құзырет бар, бір-біріменен басқа құзыреттілікпен ықпалдылығын мына жерде кодпенен көрсетілген, сомен байланыстырып отырамыз, және икемділік құзыреттілікте қолданылады. Икемділік құзыреттілік дегеніміз ол бізде 7 карточкадан тұрады. Біріншісі ол сыни тұрғыда ойлау, оның өзінің белгісі бар. Мәселені шешу, дөңгелек белгілемен, осындай командамен жұмыс істеу, осындай жетеуінде де өзінің белгілері бар. Осы белгілерменен сабақта қолданып жұмыс істеп, жұмыс жоспарлаймыз. Егер мен сабағыма тоқталатын болсам, өзімнің сабақ жоспарында мен осы карточкаларды қалай пайдаландым. Ең біріншіден, әрине, мынау тапсырмалар карточкалардан біз ең біріншіден өтетін орнын анықтаймыз, тақырыпты анықтаймыз, ол тақырыптың мақсатын біліп аламыз, және уақытын, қанша уақытқа сабақ жоспарлап отырмыз, және ресурстарды анықтап отырамыз. Осы жерде мен тақырыбым туындыны табу ережесін есептер шығару таңдадым, оған мақсаттарды анықтадым, және мақсаттарды анықтап, әрі қарай біз
қандай құралдар қолдандық, плакаттарды, оқулықтарды қолдандық, ресурстарды анықтап алдық. Одан кейін сабағымызды жоспарлап бәрін болғаннан кейін енді бастаймыз. Сабақ басында әрине ең біріншіден бір ұйымдастыру кезеңі кетеді. Ұйымдастыру кезеңінен кейін үй тапсырмасын тексеру барысында мен өзім тобымды 3 топқа бөліп, ол жерде әр топ өзінің лидерлері болады, олар тексереді. Ол өзінің тобын тексерген кезде мен бағалау әдісін осы жерде қолдандым. Бағалау әдісінде бұлар құрдастар әдісін қолдандық. Бұл жерде олар өзінің құрдастарын тексереді және шынайы бағалау әдісін қолданып отырамыз. Одан кейін біз сабақты ортасында біз сабақты жағы есептер шығару тақырып болғандықтан мына есептерді орындаймыз. Есептер шығарады және бұл жерде деңгейлік тапсырмалар беріледі. Осы жерде тапсырмалар орын барысында ойын ойнатамыз. Ойын ойнатқан кезде ойна, ойла, қалыпқа келтір деген ойынды ойнатамыз. Бұл жерде мына келесі құзыреттіліктерді қолданып, келесі әдістерді қолданамыз. Және келесі бізде шығармашылық барысында, шығармашылықта бізде мінекей шығармашылық оқу әдісін қолданамыз. Бұл жерде білім алушылар өздері алдын ала берілген тапсырма, алдын ала дайынменен өздерінің үй жұмысын бағалайды. Әрі қарай бұл жерде біз сабақты қорытындылаймыз. Қорытындысында мен тестті қолдандым. Бұл жерде де өзін бағалау әдісін қолданамыз. Осы жаңағы біз алдын ала карточкаларды құзыреттіліктерден өзін бағалауды қолданамыз. Өзін бағалауда біз шынайы бағалауды үйретеміз. Соңында сабақты аяқтауында біз рефлексияны береміз. Рефлексияда олар өздерінің стикерменен осы жерге жабыстырылып кетеді. Өйстіп біз сабақты жоспарлаймыз. Уважаемые коллеги, мы прошли курсы Scaffold, которые подразумевают эффективное обучение обучающихся во время учебного процесса. Что оно обозначает? Scaffolding – это от английского в переводе обозначает педагогическая стратегия, представляющая собой систематическую методику обучения и воспитания, направленную на активное вовлечение учащегося в образовательный процесс и максимизацию его способностей при помощи пошаговой поддержки и структурирования учебных задач. Оно представлено в виде карточек, которые состоят из 102 и которые выполняют ряд ключевых функций, помогают педагогам структурировать, персонализировать процесс обучения, и эти функции охватывают все этапы планирования проведения уроков от планирования до выставления оценок. Каковы же, из чего состоит вообще Scaffold карточки? Это планирование и структурирование занятий. Во-первых, определение целей, дизайн активностей, учет контекста, а также подразумевает развитие ключевых компетенций, интеграция компетенций, формирование навыков и, самое главное, повышение самостоятельности. В чем эффективность скаффолдинга по предметам? Если взять, например, математику, то она эффективна в решении задач. При решении сложных задач учитель сначала разбирает пошаговый алгоритм, затем решает похожий пример вместе с учениками, а после этого ученики решают аналогичную задачу уже самостоятельно. В изучении новых тем, для освоения новой формулы, например, в алгебре, учитель сначала показывает, как она применяется на простых примерах, а затем дает упражнения, требующие частичного применения, и только потом комплексные задачи. Что касается языков русского, казахского, иностранного, она эффективна в развитии устной речи. При обсуждении темы учитель сначала предлагает опорные слова и фразы, затем ученики в группах составляют диалоги или монологи, а в финале выступают перед классом без опоры. В изучении грамматики. Для обработки грамматической конструкции учитель может предоставить таблицу с примером, затем предложить ученикам выполнить упражнения с пропусками и лишь потом составить самостоятельно собственные предложения. Что хочется сказать? Методика скаффолдинга, она очень эффективна во всех уроках, поскольку она построена на фундаментальных принципах обучения.
учитывающих индивидуальные потребности учеников и их зоны ближайшего развития. Правильно примененный скаффолдинг не просто помогает освоить материал, но и формирует важные межпредметные навыки, критическое мышление, самостоятельность и уверенность в себе. Что хочется сказать еще? То, что перед вами представлены наши фотоотчеты, да, где мы самостоятельно работали на курсах, у каждого был свой ноутбук, и мы индивидуально выполняли задания наших тренеров, решали различные педагогические ситуации. И мы обрели очень много полезных, эффективных знаний, которые мы будем применять в будущем процессе преподавательской деятельности.